Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Балқаш жаңалықтары және мен Гүлшат Қайратқызы. Бүгінгі күннен көретіндеріңіз. Денесін алып шықты. Осыдан 5 күн бұрын жоғалған балықшының бірі табылды. Екінші балықшыны іздестіру жұмыстары жалғасып жатыр. Текетірес қала шетіндегі зират сыртын қоршауды өз міндетін алған мекеменің ісі тұрғындардың наразылығын тудырды. Мүмкіндігінше 2 немесе 3 есік жасаса деймін, себебі салынып жатқан қоршау ұзын әрі ешқандай да кіретін жер жоқ. Мәдени мұра қала ескерткіштері жайлы бір үзік сыр. 5 күн бұрын Балқаш көлінде жоғалып кеткен 2 балықшының бірінің денесі табылды. Мамандар 40 жастағы азаматтың мәйітін 8 метрлік тереңдіктен алып шықты. Және олардың мінген моторлы қайықтары да сол маңнан табылған. Алайда екінші балықшы сол беті үштігейлі жоқ. Оның не киімдері, не заттары табылмай отыр. Сондықтан төтенше жағдай басқармасының мамандары әрі қарай іздеу жұмыстарын жалғастыратын болады. Было обнаружено одно из тел. Кеше іздестіру тобы із-түссіз жоғалған Саяқ кентінің балықшыларының біреуін тапты. Олар алдымен қайықты іздеп тауып, содан кейін қайық жанынан балықшылардың бірінің өлі денесін байқаған. Ал екінші балықшыны іздестіру жұмыстары жалғасып жатыр. Бүгін белсенді іздеу жұмыстары жалғасып, ертең бақылау режиміне ауысатын боламыз. Балқаш станциясындағы зираттарды қоршау жұмыстары қолға алынды. Қаржы бөлініп, бірер күн басталған жұмысқа наразылық тудырушылар да жоқ емес. Станция тұрғындары неге алаңдаулы? Толығырақ келесі сюжетте. Милита Карепова дүниеден озған туыстарының басына діни мейрам сайын барып тұрады. Балқаш станциясы маңындағы зиратта оның көптеген туған туыс таныстары жерленген екен. Жақында бұл маңайдың қоршалатынын естіп бір қуанып қалғанымен, мазарға бара жолдың ұзаратыны анықталғанда су сепкендей басылған. Очень обрадовалась, что наконец-то ставит. Қоршау салатына қатты қуанып едім, себебі қараусыз жатқан бұл жерде кейде мал жайылып жүретін. Бірақ енді біз мұнда қалай кіреміз? Біз секілді егде жастағылар үшін бұл қолайсыз. Мұндағы жергілікті тұрғындардың уайымы сол. Зират маңы қоршалғаннан кейін тұрғындар бұрынғыдай кез келген жермен емес, тек бір ғана жолмен кіріп шығады. Желательно, чтобы было 2. Мүмкіндігінше 2 немесе 3 есік жасаса деймін, себебі салынып жатқан қоршау ұзын әрі ешқандай да кіретін жер жоқ. Зиратқа кірер есігін қай жерде болатынында ешкім түсіндіріп айта алмайды. Зират маңын қоршау жұмыстары өткен аптада басталған болатын. Қажетті құрылыс материалдарымен қамтамасыз еткен Сары Қазына компаниясы. Ал жұмыс күші Горкомхоз мекемесінен келген. Билік басшыларының айтуынша зиратқа кіретін есік қарастырылған, бірақ сөздің шыны керек, жоба бойынша біреу ғана болады деп жоспарланып отыр. Тұрғындар тіке жолдың бойымен зиратқа барады. Сондықтан ол жерге біз жүретін жол салуды жоспарлап отырмыз. Яғни бұрын адамдар жүрген жол қазір тапталынып қалған. Яғни өтер жол сол жерге салынады. Зиратқа апаратын еркін жүретін жол көрікті болып тұру үшін жанынан және алдыңғы жағынан толығымен қоршаймыз. Себебі республикалық трасса болғандықтан көліктер жүріп өтеді. Территорияның тең жартысы металды қаңылтырмен қоршалды, ал әлгі кірер есік қай жерде әзірге беймәлім. Оның қай жерге салынатыны тек келер аптаның соңында ғана белгілі болады. Перизат Саденова, Асхат Тоқбаев, Өркен Медиа. Тал күтімі қаладағы қоғамдық жерлердегі шіріген өсімін тоқтатқан ағаштар кесілуде. Бүгін мамандар бұл істің соңғы жұмыстарын аяқтады. Бұдан кейін Горкомхоз жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмыскерлері қаладағы қоғамдық жерлердегі ағаштардың түптерін ләктеп, абаттандыру жұмыстарына кірісетін болады. Ал жаздың бірінші айында күллі өсімдіктерге химиялық тазарту шаралары жүргізіледі. Және жасыл желек жайқалып өсу үшін күз мезгілінде шіріген талдарды кесіп жаңартпақшы. Работы по поднятию кроны производятся. Біз тал күтіммен қысы жазы айналысамыз. Әрдайым шіріген ағаштарды қиып, оларды жаңартып отырамыз. Бүгін кесу жұмыстары аяқталды. Енді әктап көгалдандыру жұмыстарына кірісетін боламыз. Отбасылық сайыс мерейлі отбасы ұлттық байқауы жарасымды жанұялар мен өнерлі отбасыларды додаға қатысуға шақырады. Осыдан 3 жыл бұрын елбасының жарлығымен бастау алған байқаудың қалалық кезеңі биыл 14 мамыр күні өткізілмек. Оған әрбір Балқаштық отау иелері қатыса алады. Бірақ талапқа сәйкес бағын сынайтын жанұялар өнерлі, еңбекте, спортта, интеллектуалдық және ғылыми салада жетістіктерге қол жеткізген үлгілі орта болуы тиіс. Ал қатысуға ниет білдірушілердің өтініш
ескерткіштері қалалық ішкі саясат бөлімінде мамыр айының 12-сіне дейін қабылданады. Толық ақпаратты 4-19-20 телефон нөміріне қоңырау шалу арқылы білуге болады. Айта кетейік, былтыр аталмыш байқаудың жеңімпаздары Шенді отбасы Аяшбековтер жанұясы болған тұғын. Мәдени мұра ескерткіштер мен тарихи орындардың халықаралық күні 1984 жылдың 18 сәуірінен бастап жыл сайын аталып келеді. Ал дүние жүзінің 122 еліндегі 754 тарихи құндылық ЮНЕСКО тізіміне енгізілген. Оның ішінде еліміздің көне жәдігерлері де бар. Айта кетейік, Қазақстанда ұлттық құндылық болып табылатын 25 мыңнан астам тарихи мәдени ескерткіш бар. Ал Балқашта олардың саны 30-дан асады. Бүгін қала тарихынан сыр шертетін естелік ескерткіштерге тоқталмақпыз. Бұл паровоздың Балқаш тарихында алатын орны ерекше. Себебі 1937 жылдың шілде айында бұл көлік Балқаш байыту фабрикасына Қоңыраттан алғашқы мыс кенін жеткізген. Ал осы жерге тарихи ескерткіш ретінде қойылғанына 50 жылдың жүзі болды. М-48-80 паровозы 1931 мен 34 жылдар аралығында Ресейде шығарылған. 3 жыл ішінде 2325 данасы құрастырылған екен. Соның бірі мына темір жол көлігі. Сағатына 55 шақырым жерді жүріп өтеді. Ал салмағы 80 тоннадан астам. 18-19 тонна жүкті таси алады. 1937 жылы өзіне жүктелген миссияны орындап, Қоңыраттан алғашқы кенді жеткізген паровоз қазір тарихи ескерткіш. Оны 1969 жылы рельсмен бірге зауытқа кіребер жолдың сол жақ шетіне орнатқан. Мына сурет сол жылдардан естелік. Қаламыздағы мәдени мұралардың бірі мына ескерткіш. Ең алғашқы құрылысшыларға арналған. 5 метрлік еңбек адам бейнесі алысқа қарап алынбайтын қамал жоқ деп тұрғандай. Алайда осыдан жарты ғасыр бұрын орнатылған монументке көптен бері көңіл бөлінбегені көрініп тұр. Тіпті ұмыт болды десе болады. Қалалықтардың есінде ме екен бұл қандай ескерткіш? Ол соғыс ардагерлеріне қойылған памятник. Бес шақты өзі соңғысы комбинаты 40 жыл болды істегеніне. Соған нетілгені ғой? Ескерткіш қой. Соғыс болған кездегі памятник. Солай ойлаймын. Қаланың алғашқы құрылысшыларына арналған ескерткіш. Мына 5 метрлік тас мүсінмен қабырғадағы композиция тұтас бір дүние. Мұнда анықтап қарасаңыздар, құрылысшылардың жұмыс барысы бейнеленген. Монумент орталық саябаққа 1968 жылдың қазан айында орнатылған. Оның ашылу салтанатына қаланы өз қолымен тұрғызған еңбеккерлер болашақ ұрпаққа арналып жазылған хатты капсулаға салып, ескерткіштің түбіне көмген. Оны кейінгі буын тура 50 жылдан кейін ашып оқу керек болатын. Алайда аманат хат осыдан бірнеше жыл бұрын қайта қазылып алынған екен. Десе де оның көшірмесі қалалық мұражайда сақталған. Гүлшат Байтөкешева, Думан Қалыбаев, Өркен медиа. Оқушылар арасында футбол ойынының қала біріншілігі басталды. 15 мектепке үздік команданы анықтауға 1 апта уақыт берілген. Ал жеңімпаз құрама қала намысын қорғау үшін облысқа баратын болады. Теңбіл доп додасы айналмалы жүйе бойынша өтуде. Бүгін былтырғы жылдың жеңімпаздары нөмірі 1-ші мектеп, 10-ші мектеппен кездесті. Кездесудің алғашқы таймы 1-0 есебімен экс-чемпиондардың пайдасына шешілді. Десе де қарсыластары жеңістен үмітті. Первая школа, с которой сейчас играем. Бүгін біз былтырғы жылдың чемпиондары нөмір 1-ші мектеппен ойын өткізудеміз. Әзірге 1-0 есебімен ұтылдық. Десе де алда әлі 2 тайм бар. Қателіктерімізді түзетіп, оларға гол соғуға тырысамыз. Өйткені жеңімпаз атанып Қарағандыға барғымыз келеді. Алайда 10-ші мектеп құрамасына 2-ші таймда көмектеспеді. Олар тағы да 2 гол жіберіп алып, 3-0 ұпаймен жеңіліс тапты. Жалпы оқушылар арасында өтіп жатқан футбол жарысы 27 күні өз мәресіне жетеді. Ал оған дейін командалар күнде түскі 15:00-де Абай мен нөмір 15-ші мектеп корттарында кездесу өткізеді. Бүгін келіп түскен ақпараттар легі тәмам. Ертеңгі жаңалықтарымызды өткізіп алмаңыздар. Амандық саулықта жүздескенше.